Сүйіндік Дәулетімбеттегі мынау орталық деген ауылда 1715 жылы туған, сол жерде мекендеп тұрған, сол 15-20 жасынан бастап Абылай ханмен танысып, Абылай ханның шабуылында жүреді. Ол кісі батырлығы соншама көрінгенде, мынау қарасақ, Сүйіндік Дәулетімбеттегі өзінің туған елі жері орталық, Жамбыл ауданында. Ал енді ол кісіні зиратын табу да бізге оңайға түскен жоқ. Кезінде біз мынау Солтүстік Қазақстан университетінің обсерваториясында жұлдыздар арқылы сол зиратты таптық. Бұған дейін көп қазақтардың айтулары бойынша ана жер, мына жерде бізге нетті, бірақ болжам Санкт-Петербург қаласынан бір үлкен ғалымдар келіп, бізге қолдап, осыны біз бірнеше рет барып, орталыққа 5-6 рет бардық. Сол Сүйіндік батырдың ағайын туыстарын таптық. Оның ішінде Дүйсенбек Жәрменке деген ақсақал болды. Ол кісілер бізге дұрыстап көрсетті. Сол кісіменен карточкалері де бар. Сонда бұл шығыста, батыста, оңтүстікте соғысқан ғой, солтүстікте де соғысқан. Сонда бұл кісі біздің елімізді, жерімізді сақтап қалу үшін жанын берген. Батыста жүргенде Сүйіндік батыр жарақаттанады. Жарақаттанған кезінде бұл Сүйіндік батыр өзі хабар жібереді Абылай ханға. Абылай хан мені не болса дағы еліме жеткізіңдер деп. Сол еліне жақындаған кезде ол кісі дүниеден озады. Енді содан кейін Абылай хан өзін жерлейді. Абылай хан Сүйіндікке шығарған өлеңдері де бар. Байтерегім Сүйіндік, атыңнан сен түскенде қалың ел боп күйіндік. Сол Сүйіндікті батырдың тұрған жері керемет, әдемі, сұлу, ағаштардың ортасында, жанында көл бар үлкен, Сүйіндік көлі дейді. Сол жерден туған азаматтар көп. Оның ішінде айтып өтсек, мынау сол жердің азаматтардың көбі Сүйіндік батырлығымен байланысты. Расын айтқанда, мынау Сүйіндік батырдың ағайындары бәрі сол орталықтан шықты. Көбі Қызылжар қаласында тұрады. Алматыда, Астанада, осы жақын тұрған мына жердегі Мәкошин, Петуховта тұрған туыстары бар. Сүйіндік батырдың өзінің туған екі ұлы болған, сол ұлдарынан тараған балалар да бар. Ал енді айтып кетсек, Сүйіндік батырдың ұрпағы мынау орталықта керемет Асқар Ораз деген кісілер болды, ағайындылар. Олардың балалары манағы олар да өтіп кетті дүниеден. Асқардың баласы өтті, одан кейін оның інісі де болды, о да өтіп кетті өмірден. Ораздың Әмір деген баласы болды, Қожа Ахметов, осы Солтүстік Қазақстан газетінде жұмыс істеді. Солар бәрі ұрпақтары. Онысын айтып кетсек, мынау Сүйіндік батырдың ұрпағы, мынау көбінесе осы Петропавл қаласында кездеседі. Оның ішінде айтып өту керек, біздің осында Солтүстік Қазақстан облысымыздың бір мектебінің директоры Петропавлда, ол Сәуле деген азаматшамыз бар, ол Сүйіндік батырдың туыстары. Оның әкесі Нұрғали деген, оның ағайындары Ерғали деген, сондай кісілермен мен кездескем кезінде. Тағы айтып кететін туыстары мынау Теміртайдың Қайырбегі деген болды. Әбілқайырдың Қайырбегі дейді. Солардың ұрпақтары бәрідағы сол Сүйіндік батырдың ұрпағы. Олар өз үйінде ұстаған, мынау осы Жұмағали деген Қайырбектің ұлы, Жұмағалидан туған балалары осы қалада тұрады. Солар Киікбай аты. Сол Киікбайдың қызы
бізге Алия деген қызы осы біздің солтүстік Қазақстан университетінде қызмет еткен, қазір Астанада тұрады. Солар Сүйіндік батырдың киізін, астауын, белбеуін, ташпиғын осы Абылайхан резиденциясын тапсырған. Оны айтып отқаным, біз Сүйіндік батырдың жай ғана нелерін қарап атқан жоқпыз. Сүйіндік батырдың батырлық жолы да өте мол. Істеген қызметі осы көп, осы шекараның өзінде, солтүстік өңірде, осы біздің шекарамызда сақтап қалған кезінде басқа жоңғарлармен соғысқан Сүйіндік батырымыз біздің елімізге, орталығымызға мәлім. Ал енді біреулерін айтайын, біреулерін айтпайын, бірақ айтайын дегенім, мынау Алматы жағында Сүйіндік батырдың туыстары көп. Олар анау Қаскелен, Талғар деген қалада, олар тарайды. Сексенбай, Смағұл деген кісілердің балалары деп көрінеді. Солардың туыстары бәрі де Сүйіндік батырдың туыстары. Ал енді біз бәріміздағы бүгінгі таңда Сүйіндік батырға көп сондай тас қойылды. Әскери академияның, ұлттық ұлан академияның бір взвод, топ, түгел полковник генералдары бәрі барып, бізге рұқсат берді. Бардық сол орталыққа. Ол өтті 19-20 жылдары. Содан бері әдәуір жылдар өтіп жатыр. Біз Сүйіндік батырға тас қойылды. Сол жерге белгі қойылды. О жерде манағы бәрін қоршадық. Енді биыл Құдай бұйырса, Алла жазса, Сүйіндік батырға кесене салып атқан жағдайымыз бар. Неге десеңіздер, Сүйіндік батырдың өзі мынау басқа батырларға қарағанда өзінің елінен алған, жанына тағы жолдас қылып алған ағайындарды кездеседі. Олар тарихта кездеседі. Ал енді қасиетті Қазақстан кітабына кірген Сүйіндік қана батыр, біздің солтүстік өңірде. Басқа батырларымыз, 20 батырымыз біздің аудандық, бірақ облыстық қасиетті Қазақстан деген кітаптарына кіріп жатыр. Бізді міндетті түрде мазалайтыны осы біздің батырларымызды ашқанменен, осы батырларымыз біздің қазақ энциклопедиясына кіру керек. Келешекте біздің оқушыларымыз, біздің балаларымыз, немерелеріміз сол батырлар болғанын білу керек. Сол Сүйіндік Дәулетімбеттегі түбі орталық Жамбыл ауданынан туып өскен Сүйіндік батырдың басын көтеріп жатырмыз. Сол басын көтеріп, үлкен бір солтүстік Қазақстанда бір той бола ма деп ойлаймын. Оны кезінде аудан әкімі, аудан молласы, сосын бір взвод, осынан академияның бір взводы барды, тәрбиешілер. Солар бәрді көрді. Олар жалғыз ғана Сүйіндік емес, сол кезде барып басқа батырлардың жерлерінде көрді. Оған бізге рұқсат берген ұлттық ұлан гвардиясының қолбасшысы генерал-полковник Жақсылықов Руслан Фатихович. Одан басқа бізге көп көмек жасаған генерал-майор Абжанов Бауыржан Садықұлы көп көмек жасады осы Сүйіндік батырды ашу үшін. Оның үстіне айтып кету керек, Сүйіндік батырдың үстіне тағы да талай журналдарға, біздің Бүркіт деген журналымыз, біздің Қалқан деген газетіміз, бір газетіміз Сүйіндік батырсыз өткен жоқ. Бір газетіміз Мықтыбайсыз өткен жоқ. Бір газетіміз сол біздің өзіміздің батырларымызды мынаны көрсетпейміз деген болған жоқ. Соған қарағанда біздің ұлттық ұланның Сүйіндік батыр Дәулетімбеттегін ашуына көп көмек жасады. Міндетті түрде осы жердегі генерал майор Абжанов Бауыржан Садықұлына рахмет айтам. Жақсылықов Руслан Фатихұлы рахмет айтам. Оның үстіне тағы басқа да қолбасшылар, осы жердегі бастықтар қатынасты. Оны айта беруге, бәрін айтуға уақыт жоқ. Бірақ айтайын дегенім, курсанттар, ол кездегі курсанттар бізге барған бірінші курста болатында. Қазір олар бітіріп, уже әрбір облыстарда сол Сүйіндік батыр туралы көп нәрселерді айтып жүр. Осындай жағдайымыз бар бізде. Енді біз Сүйіндік батырды
манағы ашқан нәрселеріміз осы Абылай хан резиденциясына тапсырдық. Осында Қызылжар қаласында мектепте, үлкен мектепте Сәуле деген Нұрғали қызы сабақ өткізді. Сүйіндік батыр туралы солы бәріндағы біздің еңбегіміз. Біз сол Сүйіндік батырдың ұрпағымыз бәріміздағы. Осы солтүстік Қазақстанның суын ішіп жүрген, ауасын жұтып жүрген азаматтардың көбі Сүйіндік батырдың бата алған кезімізде бабаларымыз. Ал енді біз Сүйіндік батырда неше бала болғанын әрбір жерлерде басқаша жазады. Бірақ мен өзімше тапқанымша екі бала, екі ұл бала болған, үш баланы сондай болғанын кездестірдім енді. Солар балалардың ұрпақтары әрбір жерден бізге хабарласады. Әрбір ұрпақтары, 7-ші, 8-ші ұрпақтары, 9-ші ұрпақтары шығып жатыр.